Сәлем достар, сіздермен пайдалы бал қосылған лимонның жасалуымен бөліскім келіп отыр. Осылай лимонды жақсылап сыртын тазалап жуып аламыз, одан кейін осылай қабығымен бөліктерге бөлеміз. Лимонның дәндерін алып тастауға болады. Балдың жақсы сапалы түрін таңдаймыз, соны салып қақпағын жауып араластырамыз. Егер де блендер болмаған жағдайда лимонды мясорубкадан өткізіп аламыз, одан кейін сұйық балмен араластырамыз. Егер бал қатты болса, онда балды кішкене ерітіп алып, лимонға салып араластырып жасауға болады. Шаймен ішкенге не болмаса өзін жесек те пайдасы өте зор. Жасап дайындап қоюға болады. Егер де лимон таңдағанда міндетті түрде ташкентский лимонды таңдауға кеңес беремін. Ал балдың өте сапалы түрін таңдаңыздар. Міне осымен дайын. Енді осылай шыны ыдыстарға құйып қоямыз. Бұны холодильникте сақтауымыз қажет. Ас болсын. Жасап көріңіздер.